Қайырлы күн, менің атым Павел. Мен Apple компаниясының IT департаментінен. Бүгін электрондық поштаны пайдаланбай, қалай оңай және қарапайым түрде тіркелуге болатыны туралы сөйлесейік. Бұл мүмкіндік бізде кейбір елдерде пайда болды. Ол барлық жерде жоқ. Бірақ уақыт өте келе біз осындай тіркеуді қолданатын елдер шеңберін кеңейтетін боламыз. Ал тіркеу процесін бастайық. Сонымен біз экранда серіктесті тіркеу үшін деректерді енгізу формасын көріп тұрмыз. Осыны толтырайық. Электрондық пошта өрісі бар екенін көріп тұрмыз. Бірақ оның жұлдызшасы жоқ. Электрондық поштаны енгізу міндетті емес. Әрине, бұл құптарлық. Себебі ол жерге бек-офистің барлық хабарламалары келеді. Бірақ тағы да міндетті емес. Өткізіп жіберейік. Не болатынын көрейік. Телефон номері дұрыс форматта енгізу соғұрлым маңыздырақ болады. Міндетті түрде тексеріңіз. 100% дұрыс оны енгізгеніңізді. Мен барлық заңды құжаттармен келісемін. Жалғастыруды басамын. Әдетте логин мен пароль электрондық поштаға келеді. Бірақ бұл жағдайда мен оны көрсетпегендіктен олар маған тікелей бек-офистің экранында көрсетілген. Міндетті түрде көшіремін. Оны қауіпсіз жерге жазамын. Мен бәрін жазып алдым дегенді басамын. Мен жап-жаңа аккаунтыма кірдім, өзімнің бек-офисіме. Әрі қарай мен активацияға өте аламын. Яғни серіктес жазылымын сатып алу. Осыдан кейін менің мәртебем клиенттен серіктеске ауысады. Әрі қарай бәрі әдеттегідей болады, өзгеріссіз. Осылай қарапайым түрде сіз жаңадан бастаушыны тіркей аласыз, электрондық поштаны пайдаланбай. Әзірше осы, қайта кездескенше.